Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен сүзбелі рогаликтердің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге 400 грамм творог, 190 грамм сары май, 270 грамм ұн, қопсытқыш, қант және бір жұмыртқа қажет. Алдымен ыдысымызға сүзбені салып, үстіне сары май құямыз. 2 ас қасық қант салып, массамызды шанышқымен біріктіреміз. Оның үстіне қопсытқышты салып, електен өткізіп, араластырамыз. Жұмыртқа салып, қамырды илейміз. Қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді қамырдың үстіне ұн сеуіп, қалыңдығы 3 мм-дей болатындай етіп жаямыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай 12 немесе 16 бөлікке бөлуге болады. Дайын болған рогаликтерді қантқа басып, противеньге саламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің рогаликтеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.